Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін бізде 6 сыныптың 4 тоқсандағы 2 БЖБ-сы, БЖБ-ның тақырыбы транспорт. БЖБ-ның бірінші тапсырмасы бізде reading, яғни бізде төменде кесте берілген, көріп тұрғаныңыздай, және мәтін берілген. Осы кестеде бірінші бағанында бір жасырылған сөздің сипаттамасы тұр, және ол сөз мәтінде бар. Біз сол сөзді мәтіннен тауып қоюымыз керек. Яғни не нәрсені сипаттап тұрып, ол сөйлем. Example деген жердегі мысалға назар аударайық. A means of conveying such as a truck or a bus. Автобус немесе жүк көлігі сияқты тасымалдау құралы. Яғни транспорт, көлік. Ендеше бірінші тапсырмаға өтейік. Any net-like combination of lines. Дұрыс жауабы network. Екінші сөйлем the extent or amount of space between two things. Дұрыс жауабы distance. Үшінші сұрақ. A person who is traveling in a vehicle but is not driving it. Жауабы passenger. Төртінші сөйлемде a railroad, especially one operating over short distance. Жауабы railway. Бесінші сөйлем a machine that uses the energy from liquid fuel or steam to produce movement. Жауабы engine. Келесі тапсырма бізде writing. Бұл жерде біз өзіміздің мектепке барар жол деген тақырыпта өзіміздің шынайы әңгімемізді немесе ойдан шығарылған әңгімемізді жазуымыз керек. Жазбамыз 2 абзацтан тұру керек, және онда біз but, and, or деген сияқты байланыстырғыш сөздерді пайдалануымыз керек. Мына суретті алып жазсаңыз болады, немесе өзіңіздің мектепке барар жолыңыз туралы жазсаңыз болады күнделікті өмірдегі. Мысалы, мынау менің күнделікті мектепке барар жолым деген тақырыптағы жазған эссем. I live in Kaynazar and study at Shohan Walhanov school here. The distance between my home and the school is about 1.5 kilometers. Мен Қайназарда тұрамын және бұндағы Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте оқимын. Менің үйім мен мектебімнің арасындағы арақашықтық 1,5 километр. Every morning at 7 o'clock I get up and do my daily routines like washing my teeth and having a breakfast. Күнде таңертең сағат 7-де тұрып, мен өзімнің күнделікті іс-әрекеттерімді жасаймын, тісімді шаямын және таңғы ас ішемін. Then I leave the house at 7:30 and meet my friends in the main street. Кейін мен 7:30-да үйден шығып, үлкен көшеде достарымды жолықтырамын. Then we go to school together. Кейін біз мектепке бірге барамыз. But sometimes we go there separately. Бірақ кей кездері бөлек барамыз. I pass by shops, mosque and the park. Мен дүкендерден, мешіттен және парктен өтемін. Then I turn right from the main road to the school. Кейін мен үлкен көшеден оңға бұрыламын мектепке қарай. My school is near to the local government building. Менің мектебім жергілікті әкімшілік ғимаратына жақын орналасқан. Осы жерде видео астындағы комментте өзіңнің қай мектепте оқитыныңды, қай жерде тұратыныңды жазып кетсең болады. Және видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа.